Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай әдемі оюлы құрақ көрпенің оюын тігудің жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осылай ақ түсті матамды 4 бұрышты етіп қиып алдым. Размері 30-30 см. Осындай арнайы трафареттің көмегімен қазір оюымды басып шығамын. Егер де сіздерде арнайы трафарет болмаса, қатты қағаздан қиып алсаңыздар болады. Немесе дүкендерден осындай трафаретті алып алсаңыздар болады. Мінекей оюымды басып шықтым. Осындай әп-әдемі ою түсті. Маталардың барлығы дайын. Енді осы оюлардың бетіне клейін жабыстыратын боламын. Ол үшін клейімізді де осылай 4 бұрышты етіп бірден алдырып қиып аламыз. Үстіне бір жағы жылтыр ақ қағазды төсеп, қызып тұрған үтікпен үстінен әдемілеп отырып басып шығамыз. Егер де бұндай қағазды қолданбасаңыздар, пергаментный қағазды қолдансаңыздар болады. Бұрыш-бұрышын осылай басамыз, жақсылап отырып. Мінекей оюымыздың бетіне клейіміз жақсылап отырып жабысты. Енді әр оюдың бетіне осылай жабыстырып шығатын боламын. Дайын болған оюларымызды қайшымен қиып тігіп шығатын боламын. Оның барлық келесі видеоларды көрсетемін. Видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.